Сәлем әлем, адам баласы үлкен және күрделі заттарды құрастыру біледі. Қазіргі таңда көптеген техника тұрған жерінде жиналады және шашылады. Алайда әлемде кейбір жабдықтарды кез келген жерде жинап шашуға болмайды. Ол үшін үлкен зауыттар қажет. Сондықтан сол жабдықтарды тасымалдауға тура келеді. Сол кезде тасымалдау процесі өте күрделі операцияға айналады. Бұл операцияға көптеген арнайы көліктер мен бір топ кәсіпқой адамдар тартылады. Сонымен сіз Саяхат YouTube арнасындасыз, және қазір мен сендерге әлемдегі ең үлкен жүк тасу операцияларын көрсетемін. Ал кеттік. 2013 жылы Магнит Мион G2 деген команда диаметрі 15 метрлік электромагнитті сәтті тасымалдаған. Тасымалдау процесі 35 күн және 5150 километрге дейін созылған. Дәу электромион G2 деген магнит мион деген субатомдардың түйірін зерттеу мақсатында жасалған. Қауіпсіздікті барынша қамтамасыз ету үшін дәу магнитті арнайы жүк көлікпен және 45 тонндық металл тірегінің көмегімен тасымалдаған. 25 миллион доллардан тұратын тасымалдау процесі өте қиын және күрделі операцияға айналған. Оған әртүрлі елден бірнеше топ ғалымдар мен кәсіпқой адамдар қатысқан. Американдық Endeavour шаттлы соңғы сапарын Лос-Анджелеске бағыттаған. 20 жыл бойы қызмет көрсетіп ұшқаннан кейін ол жақта мұражай жәдігері болып қалады. Шаттл ғарышта шамамен 185 миллион шақырым өткеннен кейін Лос-Анджелестің әуежайына осы жағдайға арнайы дайындалған Boeing 747-ның арқасына байланып ұшып қонған. Содан соң ол мұқият жоспарланған бағыт бойынша Лос-Анджелестің көшелері мен мұражайға асықпай тасымалданған. Осы 78 тоннан тұратын шаттлды мұражайға жеткізу үшін 400-ден астам теректерді шауып бірнеше электро желілерін сөндіруге тура келді. Небары 19 шақырымды 2 күн бойы өтіп, Калифорнияның мемлекеттік мұражайына жеткізілген. Астрономдардан, инженерлерден, полиция қызметкерлерінен және үлкен жүкті тасымалдау бойынша кәсіпкерлерден тұратын команда Аризонаның университетінен Эсмеральдағы 3190 метр жоғарыдағы Монте-Кристо шыңына телескоптың үлкен 2 айнасын тасымалдаған. Осы операцияны жүзеге асыру үшін 5 ай бойы дайындық болған. 2 айнаның әр біреуі 16 тонна. Ал оларға арналған темірден жасалған кейстердің салмағы 33 тонна. Олардың барлығын сүйреуге алып 196 шақырымды 15 км сағатпен жүрген. Сапар 2 күнге дейін созылған. Айналар 48 дөңгелектен тұратын сүйреуішке орнатылған. Дөңгелектердің әр біреуінде тәуелсіз гидравликалық жүйесі бар. Соның көмегімен ол жолда шайқалмай бір деңгейде тасымалданады. Гарриет әлемдегі ең үлкен әрі ауыр турбина болып келеді. Газ турбинасы Франциядағы Пильфор деген қаланың зауытынан жаңадан салынған электростанцияға дейін 330 шақырым өтіп тасымалданған. Тасымалдау процесі бірнеше кезеңге бөлінген. Және дәл Тур де Франстағыдай адамдар жол бойында жиналып ашық ауызбен қарап тұрды. Тасымалдаудың ұзындығы 100 метр, ал ені 6 метрге дейін созылған. Турбинаны тасымалдаған орталықты контейнер 2 үлкен платформамен жүрген. Тасымалдау процесі сәтті өту мақсатында команда жолдың барлығын дұрыстап тексеріп жөндеп жүрген. Bagger 228 тау-кен қазуға арналған көлік жұмыс құралы. Әлемдегі ең үлкен көлік болып саналады. Оның биіктігі 100 метр, ал ұзындығы 2 футбол алаңы сияқты. Оның үлкендігі соншалықты, оны айдау үшін 5 жүргізуші қажет. 2001 жылдың ақпанында Bagger 228 көмір өндіретін шахтаның бірінде жұмысын бітіріп, екінші шахтаға бару керек болды. Жұмыскерлер оны шашып, сосын басқа жерде жинағанша, жай ғана тасымалдау арзанырақ және тиімді болады деп шешкен. Алайда тасымалдау процесі өте қиын болған. Өйткені ұзындығы 22 шақырым. Сонымен қатар ағып жатқан өзенді, автожолдарды және темір жолдарды кесіп өту керек болған. Бұл операцияға 15 миллион неміс маркасы жұмсалған және 70 адам қатысқан. Сонымен қатар сапар тегіс және сәтті өтсін деп 200 текше метр жерді тізетуге тура келді. Әзірге осы достар. Сізге осы видео ұнағанына сенімдімін. Егер олай болса, лайк басып менің Саяхат YouTube арнама жазылыңыздар да жаңа видеоларды күтіңдер. Болды, қош болыңдар.